Қайырлы таң, құрметті менің көрермендерім, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Көптен бері сіздермен бірге балыққа шықпай едім. Бүгін шықтым. Бүгін қаладан 50 километр жердеміз, баяғы Сығынды деген жер, немесе біздің балықшылардың ішінде айтып кеткен Майкен деген жердеміз. Балықшылар бар енді қазір аулап жатқан, бірақ дәл осы уақытқа сағат 10-ға әлі ешкім еш нәрсе ұстаған жоқ. Менімен бірге болыңыздар, қазір ұстаса, оны көретін боласыздар. Жақсы, ал бастаймыз балық аулауды. Қайттан бір көрсетші. 4 сағат қазір дейсің ба? Үлкен екен, е? Үлкен тағы да. Типайдың орны. Баяғыда тейверсі есіңізде бар ма? Мақсат, Макс. Қуырып жегім келеді дейді ғой. Ал енді бүгінгі балыққа сәттілік кісіге. Аллаға шүкір, аман есен. Әйтеуір құлап қалмай мынандай жерде. Толқын күшті сағат 11-лерде восточный. Бүгін Сығындыда балықшылар өте көп. Қазір анау ескі маяктың қасынан барып, сол жерден барып түсіріп. Сол біздің балықшылардың несін көрсетем ау деймін, алыстан. Алыстан болса да. Мынандай машиналармен де келіп жатыр, ол жігіттер неше? Ай жерде Сәкең де келіп жатыр міне. Серікбай. Мынандай машиналармен. Көліктермен. Енді қазір тастардың арасымен көтерілеміз енді осы. Көтерілемін. Маяққа, ескі маяққа. Ал кетті олма. Тастардың арасыменен басамыз енді. Мына камерада қолында алыстан түсіруге көмек береді ғой. Мына жерде камера кедергі жасайды ма екен? Мына қолға ұстадым. Бәрі шығып келе жатырмын ғой. Міне осылай келеміз, көтеріп келатырық міне. Атастармен жоғары қарата. Мына жер сәл қиындау екен. Қолмен ұстап көтеріліп алдым. Міне шықтық. Қиын емес. Әлі анаған барымыз керек. Жақындағанда қосарым. Тек балық аулай бермей, осылай жүріп тұрған. Негізі денсаулыққа пайдалы шығар. Міне мына жақтан көтеріп келатық. Ал әрмен қарта жүзе береміз енді. Жақындап қалдық. Маяк. Үстіне көтерілдік. Мына маякты өткенде түсіріп көрсеттім ғой сіздерге. Ескі маяқ қой баяғы. Советтің кезінде мына өтіп жатқан кемелерге бағдар беріп тұратын болған ғой. Міне
Осы жерден қазір шығып қараймыз, кім қай жерде екен. Мына камераны қосам қазір. Қараймыз сонымен. Танитындарым болса аттарын айтам ғой. Есімдерін атап өтем. Қанша машина келді екен мына жерге, қанша көлікпен жігіттер келді екен қарайық. Міне алыста бір көлік көрінді ма? Жағаменен камераны жүргізіп отырамыз, бір көлікті көрдік бәріміз. Міне екінші көлік. Қасында екі балықшы жүр. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, міне үшінші көлік. Үшінші көлік дейміз, міне төртінші көлік. Әр көлікте екі адамнан. Мынау міне бесінші көлік, алтыншы көлік. Жетінші көлік. Сегізінші көлік. Тоғызыншы көлік. Оныншы көлік. Он бірінші көлік. 12-ші көлік. 13-14 kölük. 15-şi kölük. 16-şı kölük. Bugün sığında da Maykende 16 kölükken endi ortaça şepten her kölükte 2 adamdan bulganda 32 adam balık aulap atır go. Mынау Олег, Алмаз, қарасаң болады Алеке бер жаққарда. Серікбай қайда жүр? О, Серікбайдың қарамағы міне тұрған. Көліктің ішінде салқыннан қашып отыр ма? Мына жерде екі серігі бар, Олег бар. Бәрі осы жерде жігіттердің. Мынау Ербол, мынау Құдайбергеннің жолдас жігіті. Андрей. Мынаны бәріңіз таныдыңыздар. Солға кете берді, негізі балықшылардың бәрі таныс қой өзімізге. Енді сіздерге солардың аулап атқан көрсетіп барайын балық түссе. Осы уақытта әлі балық түскен жоқ. Мен міне маяктан түсіп тұрмын. Сол қазір қараймыз кім ұстаған. Мынау келе жатқан көлік Талат пен Мендібай жатқан болу керек осы. Осы жігіттерде көптен бері менің видеомда көрінбей кетті, 703 дейді ме. Толик пен Миша ғой, Толик пен Миша. Қай жерге бар, шығыңдарса енді. Номерін көрдім ғой. Бұл жігіттер аулайтын болса, бұл жігіттерді сіздерге көрсететін боламын. Алмаз тартып кеткен ұқсайды ме? Таудың үстіндеміз біз. Жоқ.
міне магистің балық шығару сәті. О, құртта қандай балық шығарды, қараңыздар міне. Килька ма, тарашка ма? Ол да балық. Жігіттер, Меңдібайды көптен бері көрген жоқсыздар ғой. Қайта-қайта сойсындар, міне балықтар жолды. Ал 5 метрлік спенникпен Меңдібайды лақтыру. Төке сылдыр жібермесін. Аямайды ғой. Майысқанын қарасаң күшті болса. Сұрықты. Қайда кеттің? Өзің көрмей қалдың ба? Зыңқ кетті әлгі соны. Ал Меңдібайдың балық шығаруы. Он 8-і бүгін. Міне келді балық. Кутум. Кутум. Кутум! Әне көрейік. Сас. Қалай, жақсы шығардың ба? Жігіттерге айтшайшы бәріне. Кутум! Кутумды қақсақ қойып, бір кутум алсам жарайды деді. Қойш, жігіттерге көрсетейік. Кутумның қандай болатынын білмейтін жігіттер бар ғой, міне. Кутум деген балық осында бар, жігіттер. Былайынан қарасаң, қандай балық ұқсатамын, сазанға ма? Карпов. Карпқа ұқсайды. Семейство Карпов. Семейство Карпов, да? Саня шығарып атыр, не? Ей, ұрыспа. Саня шығарып атыр, не? Балық жоқ, бірін-бірін іліп алды. Ол өз сорында қарағанда балық бар сияқты. Бірін-бірін іліп алды жігіттер. Мадис Писанева. Балық жоқ. Ал жігіттер, осыменен бүгінгі балық ауылды аяқтаймыз. Міне мына жігіт ұстаған. Кутум ұстаған. Қазақ шүйші да, бәле қалсын. Жоқ, сөздік шын айтқанда, Меңдібайды көп көрмедім деген жігіттер мен, Төкеңмен. Төкеңмен төбелесем деп тұрған жерде. Қара, дайындалып атыр. Сол негіз тек жақсылықтарда кездесе берейік, жігіттер. Армақтарыңыз қанды болсын. Үйде көп жата берме, балыққа шығып тұрыңдар. Әлі сезонды жапқан жоқпыз. Енді қараймыз әлі. Әлі алда ма? Әлі желтоқсан айында, я? Желтоқсанда ұрады. Ал тек жақсылықта кездесейік. Жазуды ұмытпаңыздар. Ал осымен жігіттер енді бүгінгі балық ауылды аяқтадық.
жігіттердің бәрі жиналып жатыр. Бүгін балық енді көп түрткен жоқ. Көп балықшыларымыз балықсыз қайтты. Бір-екі жігіт ұстады, біреу екеуден болды. Артық жоқ. Мына жердегі біздің менің көрермендерім танитын болар. Мына жігіт ұстады бүгін 3 балықты. Мына ақ көліктің қасында тұрып жиналып жатыр ғой. Осы жігіт ұстады. Және біздің Меңдібай ұстады. Енді жиналдық, енді сағат ертең қараймыз ғой. Уақыт болса келеміз, ауа райы болса келеміз. Болмаса жоқ. Ал барлығыңыздан менің өтінерім, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, болмаса дизлайкті де қойып отырсаңыздар болады. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік.